қазіргі заманда 95% халықта қарызы бар екен да. Қарызы барлармен жұмыс істеу қиын емес па сізге? Миллиондаған табыс тауып жүрген адамдардың өзінде табысы артқанымен қарызы азаймайды да. Кішкентай кезде ақша ұрлағанбыз, мысалға ақша жетіспеушілік болды, ата-анамызбен біртүрлі жағдайлар болды, ұрысты, керістік деген сияқты. Ақша деген тақырыпта негативті эмоция алып қалды ма, мынау мен анама ұнамай тұр ма, жаман нәрсе болып тұр ма, значит ақша деген жаман. Барынша ақшадан қашуға тырысады. Бүкіл проблемаларымыздың қазіргі көрінісі сонда балалық шақтан көріністен басталады ғой. Барлығын жасап жатырмын дейді да. Мен қалаған нәтижеге жетпей жатырмын дейді да. Былай сырт көзге табыс табуға, барлығын жасап жатуға жатқан сияқты болып көрінгенмен, бейсаналы түрде ол ақша таппаудың барлық әрекетін жасап жатыр. Бір косякқа кіре бастадым. Сол косякқа кіре беруімнің себептерінің барлығын мен кейін түсіндім да. Сол кезде түсінген жоқпын, енді ол карма деп есептенеді да. Осы кітапты оқып өздеріңіз курс жасасаңыздар да болады, эксперттердің құлақтарын алдыңызға. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Менің YouTube каналымның подписчиктері және де жаңадан мені көріп отырған жандар. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде Бай болу үшін подкасты сіздермен бірге Бейбіт Байзағұлы, бизнес-тренер, психолог және де финансистпін. Бүгін бізде қонақта Айдана Асылбекқызы, Қарыздан табысқа атты кітабының авторы, трансформатор және де психолог маманы. Қош келдіңіз, Айдана ханым, қалайсыз? Қош көрдік. Подкастыңыз құтты болсын. Алғашқы қонақ етіп шақырып тұрғаныңыз үшін үлкен алғыс, өте үлкен мәртебе. Алла қаласа, подписчиктеріңіз, жалпы оқырмандарыңыз өте көп болсын. Өте керемет, Айдана ханым. Және де құрметті достар, каналға лайк басып, комментарий жазып, және де тіркеліп кетіңіздер. Құдай қаласа, бұндай подкасттар көп болады деген үміттеміз. Айдана ханымға өте керемет алғысымызды білдіреміз. Енді Айдана ханым, бұл алғашқы подкастым болған соң бар энергиямен келіп салынып отырмын. Әрине бұл Алланың қалауымен, одан кейін ата-анамның ақ батасымен шықтым бүгін. Енді сізді шақыруымдағы себебім, өйткені қазіргі таңда барлық адам қарызда жүреді, содан шықпай жатып табыс тапқысы келеді. Бірақ ол мүмкін емес деген дүние деп ойлаймын. Сондықтан да бірінші қарыздан шығу үшін жағдай жасау керек сияқты, Айдана ханым. Енді сізге бірінші сұрағым, сізде неге кітабыңыздың аты Қарыздан табысқа? Ол идея қаяқтан келді? Жалпы осы именно инфобизнес дейді ғой қазіргі заманда, 2,5 жыл, почти 3 жыл бұрын бастадым. Сол кезде басында бір мақсат қоюға бағытталған марафондар, сабақтар өткізіп жүрдім. Және қарасам, оның алдында менде біршама миллиондаған қарыз болған еді. Бірақ ол кезде мен ойлайтын едім, қарыз менде ғана болды, менде ғана сондай ситуация болды. Басқа адамдарда тек қана мақсат қана қызықты. Яғни мақсатқа, арманына жету ғана қызықты деп ойлайтын едім да. Бірақ жеке адамдармен жұмыс жасай келе түсінгенім, қазіргі заманда біздің елде, басқа елді білмеймін енді, 95% халықта қарызы бар екен да. Және одан шығу жолы өте қатты қиындатады екен да. Қарыздан қалай шығам, ол мүмкін емес деп ойлайды екен да. Біріншіден, екіншіден, қаншама кәсіпкерлер болса да, блогерлер, қаншама миллиондаған табыс тауып жүрген адамдардың өзінде табысы артқанымен қарызы азаймайды да. Сонда кез келген адамда осы проблема бар деп айтасыз. И барлығы айтады, мен табысымды көбейткім келеді дейді да. Бірақ қарыздан арылу, қарызсыз өмір сүру мүмкін дегенге сенбейді. Бірақ қарызы барлармен жұмыс істеу қиын емес па сізге? Мысалы негатив көп қой ол жақта. Негатив өте көп. Өзіңіз де жұмыс жасап көрген шығарсыз. Бірақ енді жұмыс жасау керек. Білмеймін, негізі мен біраз уақыт жаңағыдай болды, мен қарыз аудиториямен жұмыс жасамаймын, қарыз темасını жабам деп қанша рет талпынғанмен, бірақ болады ғой андай бір іштен сезім келіп тұрады. Алладан келіп тұрған сияқты, как будто бір сенің миссияң сияқты, как будто бір сенің предназначениең сияқты. Сен айтпасаң ешкім айтпайтын сияқты да. И барлығы ойлайды, это біздің қоғамда жалпы норма болып кеткен да, қарызбен өмір сүру. Мен өзім негізі қарызсыз, әрқашанда қарызсыз өмір сүретін бір жағдай болды. Сол кезде бір қарызға қатты бір сүңгіп шыққаным бар, енді от душыйнан. Сол кезде қарызсыз өмір мен үшін қарыз өмір мен үшін нормально емес та. Маған қарызсыз
тек қана фокус қарызды азайтуда емес, фокус табысты арттыруда болу керек та. Сол үшін қарыздан табысқа, яғни тек қана табысты арттырудың жолдары деген нәрселер көп қой өте. Қарыздан табысқа, қарыздан шығып, түбегейлі қарыздан, қарызсыз, тіпті рассрочка, ред, ондай барлығын үзілді кесілді жойып, кесіп, одан тек қана фокусты табысты арттыруға қойсын деген бағытта осы кітапты сондай идеямен жазған болатын. Дәл осы сіз айтқандай, менде мынандай жағдай болған. Ұстазыма жаңағыдай суицидпен ауыратын балдарға дейін емдейтін болған ғой. Сол кезде мен неге полиция етіп қиналып жұмыс істейсіз? Оданша лучше оңай түрде жеңіл ақша табуыңызға болады. Жаңағыдай консультация беріп деген сияқты айтатынмын. Бірақ ол айтатын, мен егер де көмектеспесем, кім көмектеседі бейбіт деген кезде бір жерімді қыстым да, ол Алладан келген сенің миссияң екенін түсіндім да. И содан бері уже мен бір рет аварияға түсіп келдім. Содан түсіндім, что предназначение осындай, саған Алла береді, сен оны істемейтін болсаң, материальный түрде сені қинайтынын түсіндім да. Сіздікі де сол сияқты болып тұр ғой сондай. Қазір маған ой келіп жатыр, шынымен де ол бекерден бекер болған жоқ қой деп, неге постоянно қарызда жүретін адамды емес, именно мені солай алып келді да осы жағдайға. Мысалға Айдана ханым, сіз бізде кішкентай кезде ақша ұрлағанбыз, мысалға ақша жетіспеушілік болды, ата-анамызбен біртүрлі жағдайлар болды, ұрысты, керістік деген сияқты қаншама заттарды көрдік. Оларды ата-ана ретінде емес, немесе кейбір кезде әйел мен еркек ретінде көріп кетіп, соларға обидамыздың барлығы жиналып қалды. И қазіргі өмірде соның көрінісі қандай болып көрінеді? Жалпы менің өз басымда ондай ақша ұрлау деген болмаған, бірақ менің жұмыс жасап жатқан адамдармен қарайтын болсақ, өте көп адамдар кішкентай кезінде өзін ойлашы, 3 жас, 4 жас, 5 жас ол ақша деген не екенін білмейді да әлі. И ол тұрған тиынды барады ала салады. Қалған бір нәрсесін ала салады, И сол жерде жаңағы ата-анасынан давление келеді. Мектепте болсын, енді мектепте де әлі енді бірінші сынып болуы мүмкін, әлі бүйтіп оң солын танымайды, бір ала салады, и туысқандары жаңағыдай сен ұрлықшысың деп, оған ұрлықшы емес адамға ұрлықшысың деп не істейді, навязывать етеді да. И сол соған сеніп қалады. Менде өте көп адамдар бар, өте көп трансформация, өте көп проработка жасаймыз. Ол бойынша жекеде болсын, басқа болсын, сол жерде мен ұрлықшымын, ұрламай басқа болмайды, ақша деген ол ұрлық, ақша тек қана ұрлықпен келеді деген нәрсеге сеніп келеді дегені. И сол жағдайды кішкене бір облегчить ету үшін қарызға да кіруі мүмкін да. Қарызды да бір хотя бы ұрламаймын ғой деген сияқты бір бейсаналы түрде сондай бір мышлениемен қарызға кіре береді. Қарызға кірудің себептері өте көп жалпы негізінде. Қарыздан шығудың да, қарызға қайта-қайта кіре берудің де, вроде бы енді төлеп келе жатасың, қайтадан қарызға кіріп кете бересің. На ровном месте қарайсың, вроде бы табыс тауып жатқан сияқтысың, бірақ қарызға кіріп кете бересің да. Оның себептері өте көп. Оны мен енді осы подкастта қайтадан мыжып айтпақ қояйын. Ол бүкіл қарызға кірудің себебі, қалай шығу керек, оның мышлениясы барлығы жайлы бізде қарыздан табысқа кітабымда жазылып қойған. Өте тереңінен жаздым. Сол жерден оқып көрсе болады. Құрметті достар, Айдана ханым қарыздан табысқа атты кітабының ішінде бүкіл теория, практикалардың барлығы қолданылған. Бүгінгі әңгімені Айдана ханым айтпақшы, біз бұл жерде кітаптағы барлық дүниелерді мыжымаймыз. Бұл жерде Айдана ханымның басын өткерген жағдайлардың барлығын талқылап, содан қалай шыққандары туралы талқылайтын боламыз. Ал енді Айдана ханым бізде мысалы айтып отырсыз ғой, жаңағы бессознательный, подсознательный, мысалға бейсана деген сияқтылар. Сол бойынша түсіндіріп кетіңізші, мысалы солар қалай қалыптасады адамда кішкентайдан бастап? Жалпы бізде сана, түп сана және бейсана бар. Біз жатырға түсіп, 2 аптада жүрек соғады ғой. Сол жүрек соққаннан бастап бізде бейсана қалыптасады. Бессознание дейді оны орысша. Сол моменттен бастап біздегі мысалға ата-анамыз ұрсады ғой бір-бірімен, ақша үшін ұрсады, бір жетіспеушіліктен ұрсады, сол моменттен бастап әрбір жағдай ақшаға байланысты, әрбір ситуацияны ол жазады, бейсаналы түрде жазады. Ол түсінбейді, ол ақшаның жетіспеушілігінен ұрсып жатыр,
ол ақша көп болса жақсы болатын еді, аз болғаннан кейін ұрысып жатыр деген нәрсені түсінбейді. Ол ойлайды, так, ақша деген тақырыпта негативті эмоция алып қалды ма, мынау мен анама ұнамай тұр ма, бұл жерден бір жаман нәрсе болып тұр ма, значит ақша деген жаман. Барынша ақшадан қашуға тырысады. Сонда біздің бүкіл проблемаларымыздың қазіргі көрінісі сонда балалық шақтағы көріністен басталады ғой. Және де мынандай ситуациялар болады да, өте көп кәсіпкерлерде болады, және потолокты жара алмай жатырмын дегендер болады ғой. Вот потолок вроде бы барлығын жасап жатырмын дейді да, әрекеттің бәрін жасап жатырмын, бірақ болмай жатыр, мен қалаған нәтижеге жетпей жатырмын дейді да. Бірақ қарап тұрсаң, егер оны жаңағы жекеде жұмыс жасаймыз ғой, сол кезде бүйтіп қарайтын болсаң, жаңағыда выясняется, ол былай сырт көзге табыс табуға, барлығын жасап жатқан сияқты болып көрінгенмен, ол бейсаналы түрде ол ақша таппаудың барлық әрекетін жасап жатыр. Сонда өзі үшін ақша таппаудың амалдарын жасап қойған болсын. Себебі бейсана бізде 5-7 жасқа дейін қалыптасады да. Сана бізде 3 жастан бастап қана қосыла бастайды. Яғни 3 жасқа дейін бейсана жұмыс жасайды, 3 жастан бастап түп санамен жаңағы сана қосыла бастайды. Жалпы есіңді білетін жас бір 5-6-7 жастан бастап болады, сол кезден бастап сана жаңағыдай жұмыс жасайды. 3 жасқа дейінгі балаларға қаншама ұрсып, нау болмайды, ұстама, барма дегенді олар түсінбейді. Олар ұрсуға бесполезно деп айтады ғой. Ұрсудың дым қажет жоқ та. Ол түсінбейді 3 жасқа деп. 3 жастан кейін ғана кішкене түсіне бастайды. Сол үшін 3 жастан кейін ғана қалыптаса бастайды, және 5-7 жаста түбегейлі уже сана қалыптаса бастайды. Яғни мынау бейсанадағы қалыптасқан әрбір ситуация, әрбір установка, әрбір эмоция, сезімнің, яғни сол тамыры деп алатын болсақ, қазіргі біздің өміріміздегі сананың қабылдап жатқан жаңағы шешімдері, тіпті түп сананың өзі ол бейсананың проекциясы. Яғни ағаш деп алатын болсақ, ол тамыры ол бізде бейсана болатын болса, соның жапырақтары, бұтағы, діңгегі ол түп сана болатын болса, жемісі ол сана. Яғни сол екеуінен қандай нәр келеді, қандай приказ келеді, соны жасайтын сана. Сана бізде 3% әсер етеді біздің, яғни 3% бізде влияет деп айтады ғой. Түп сана ол 10% влияет, ал бейсана 87% влияет. Яғни қазіргі психологтардың көбісінің жұмыс жасайтыны ол түп санамен жұмыс жасайды да. Ал мендегі өзімнің енді былай айтқанда авторлық методикам деп айтса болады. Мен өзім жекеде жұмыс жасайтыным, және топтық сабақтарда беретінім, живой сабақтарда ол бейсанамен жұмыс жасау. Яғни тереңнен жұмыс жасау. Өте керемет, Айдана ханым. Қазіргі таңда инстаграмыңызға қарайтын болсам, өмірдегі Айдана мен эксперт Айдананың айырмашылығы қандай? Өйткені эксперттерге көбінесе ата-анасы, өзінің немесе қайын жұрт жағы, сол жақтар, одан кейін күйеуінің жұрт жақтары, одан кейін күйеуі қалай қарайды, мысалға, қазіргі таңдағы. Сол бойынша айтып берсеңіз. Біріншіден, Аллаға шүкір деп айтайын. Алланың сүйікті құлы шығармын. Ата-енем, күйеуім, Аллаға шүкір, өте сондай көзі ашық, санасы ояу адамдар. Бұл нәрсеге енді бірнеше фактор әсер етеді ғой. Маған ешқашан бір жасама, неге өйтесің, үйде отыр, немесе орамал тақпа, ондай ешқашан маған ондай абьюзерский отношение жасамаған, Аллаға шүкір. Ол бір шетінен, бір шетінен ойлаймын, өзімнің де менде мынандай іште стержень бар да, маған айтса да мен тыңдамайтын шығармын, скорее всего. Айтса да тыңдамайтын шығармын. Үйде отыр десе де тыңдамайтын шығармын. Енді болады ғой, енді отбасы болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады. Бір моменттер болды, ондай неге жаңағыдай шығасың, неге енді отбасы болған кейін бір арасында болып қалады. Бірақ адам өзінің опять-таки бағанағы сана, түп сана, бейсана өте қатты бізге әсер етеді. Сенің
түп санаңда, бейсанаңда өте көп өзіңде блоктар болатын болса, мен егер Инстаграмға шықсам, ата-енемді тыңдамасам, мен жаман келін боламын, немесе мен өзімнің қалағанымды жасайтын болсам, мен жаман әйелмін, жаман келін боламын деген убеждение дейді ғой, сенім болатын болса, сені ол айналаңдағы адамдар айнаң ғой, зеркалить етеді дегені, саған соны айтып береді. Және оны күйеуіңмен, ата-енеңе түсіндіруге бесполезно. Біріншіден оны өзің түсіну керексің. Сол кезде айналаңдағы адамдар саған сенің ішіңде қандай сенім бар, сол нәрсені зеркалить етеді. Сен үшін это нормально, проявляться это нормально, шығу, жаңағыдай бөлісу деген норма деген нәрсе тұрған кезде неге бөліспеске? Себебі әр әйелдің өзінің бекерден бекер келген жоқ қой. Мен айтам да, менде мынандай сенім бар. Бұрыннан, өзім кішкентайымнан біз қазіргінің келіндері сиыр сауып жатқан жоқпыз. Біз қазіргінің келіндері қолмен кір жуып жатқан жоқпыз. Стиральный бар, бүкіл жаңағы робот-пылесос бар деген сияқты. Неге біз үйде отыру керекпіз? Оны да бекерден бекер Алла жаратпағанда шығар. Мүмкін әйелдерге де бір сондай бір жасау керек болып тұрған дүниелер беріп тұрған шығар. Және де мен сондай бүкіл жағдай жасалып тұрған кезде сен үйде отырасың да, бұл жерде бір ақша табу мақсатында емес. Менің жасап жатқан дүнием ақша табу мақсатында емес. Ақша табу, Аллаға шүкір, өзім жолдасым жағынан, басқа жағынан әйел адам ақша табу, отбасын асырау мақсатында емес. Яғни просто Алладан келген бір сезімдерді жүзеге асыру мақсатында жасау керек. Осы жерде бір айтып берейінші, бір история. Менің бір құрбым бар. Подругам болған университетте оқып жүрген кезде, мамасы жаңағы обед уақытында, сол университетке жақын тұратын еді, обед уақытында бір кездері жаңағы соның үйіне баратын едік. И ол мамасын менімен сөйлестіргісі келмейді да. Мамасы менімен сөйлескісі келеді, бірақ өзі сөйлестіргісі келмейді. Мам, қойшы, идея, анау деген сияқты. И оны енді ол кезде осознавать етпедім. Қазір ойлап қарасам, ана сол кезде кішкентай бала сияқты тұрмысқа, осыдан 30 жыл бұрын қалай тұрмысқа шықты, сол понятиемен қалып кеткен да. И өзінің қызы, бала шағасы оны мен түсініп тұрған жоқ та, былайша айтқан кезде. И менде жаңағыдай осознание келеді ғой, енді түсінік пайда болады. Әйел адам ең бірінші баласына дұрыс тәрбие беру үшін ортаға шығу керек, жан-жақпен араласу керек, адамдармен сөйлесу керек. Себебі сен өзің ешқандай дамымасаң, ешқандай ізденбесең, мидың қызметі өте мықты да. Алла тағала миға сондайынан қызмет беріп қойған. Ол миды сен дамытып отырмасаң болмайды да. Ең бірінші өзің миыңды дамыту үшін және балаларыңа дұрыс тәрбие беру үшін жұмыс істеу керек, жан-жаққа шығу керек әйел адам. Бірақ табыс тауып отбасын асырау мақсатында емес. Даму үшін. Өте керемет. Қазіргі таңдағы әйелдердің көптеген болып жатқан проблемасы ол сол туралы қозғап кеткеніңізге рахмет. Ал енді жаңа түсінуімше, мысалы ата-анаңыздан сіз өте керемет бір тәрбие алған сияқтысыз да. Мен сол кісілерге қарап тамсанып отырмын, мысалы қызығып отырмын. Что осындай қызды тәрбиелеген кездегі қандай тәрбиеге маңыздылық берді? Сол туралы айтып бере аласыз ба? Айтайын, ата-анам, менің ата-анам негізі кәсіпкерлер. Біреуге жұмыс жасаған адамдар емес. Және мен үшін біреуге жұмыс жасау ол норма емес. Өз-өзіне жұмыс жасау ол норма болып өскен. Және мен мысалға көбісі айтады ғой, ата-анам жаңағы машина алып беру керек, жаңағы қазіргі ата-аналар жалпы не істейді? Менің өзімнің опытым бойынша мен айтушы едім ата-аналарға, мен балам өссе үй алып берем, машина алып берем деп бастын қатырмай-ақ қойған дұрыс. Неге? Себебі егер маған ата-анам машина, үй алып беретін болса, енді былайша айтқан кезде просто так алып бере салатын болса, мен үшін стараться етіп, енді мен үшін стараться еді ғой, бірақ тек қана мен үшін ғана өздерін ұмытып кетіп, мен үшін ғана стараться ететін болған кезде, мүмкін менде түсінік, даму өте басқаша болар ма еді. Неге? Себебі мен кішкентайымнан ата-анам қасына жүретін тұғым. Олар біреумен сөйлеседі, біреумен ұрсады, біреумен бір ситуация болады, бір алдап кетеді оларды да. Сол кезде енді папам мен мамам отырады, мен
енді постоянно демеймін, бірақ барынша мама мен папам қасында жүруге тырысатын едім да. Мама мен папам артынан қалмайтын тұғым, үйдің кішкентаймын ғой. И машинада отырам, жаңағы папа бір проекттер болмай қалады. Енді коммерсанттар ғой, үлкен сауда, оптовый үлкен жаңағы объемда сауда жасап, біздің ең алғаш болып магазин ашқан, қазір тойханамыз бар деген сияқты. Сол кездері папа анандай туй болды енді, бітті деп келеді да, сол кезде мама айтады: ей, не болды? Любой жерде выход бар, выход топ, жаңағы алдап кетеді, бір мысалға алма тонналап алып өткізеді, сол кезде шіріген алма бер жереді деген сияқты сондай нәрселер бар. Бір мәнісі болады, жаңағы любой жерде выход бар деп. Осылай, осы сөзі маған қазірдің өзінде қандай, айтпақшы, осы қарыздан алып шыққан, мен осы любой жерде выход бар деген анамның айтқан сөзі, любой жерде выход бар деген сөзі мені қаншама миллиондар табуға да, қаншама миллиондаған қарыздан шығуға да себебін еткен да. Себебі былай айтатын, бұл жерде выход бар, қазір бір тамақ жеп алайық, еш нәрсені ойламай, спокойно отырып тамақ жеп алайық, қорытылайық, дальше ойланамыз сосын дейтін еді да. Паниковать етпейтін. Любой нәрсе, бір выходы бар ғой, бекерден бекер болып тұрған жоқ қой дейді да. Ал қарап тұрсам, қазіргі маған келетін жаңағы жұмыс жасайтын адамдар паниковать етіп кететкен да, сондай кезде ойбай, қайтем, ойбай депші. И осы жерде мен ата-анам өте сондай, ондай жаңағы сөздері өте көп, бірақ ең қатты барлық жерден алып шығатын мені осы ата-анамның айтқан осы сөздер. Сонда кәсіпкердің қызы кәсіпкер болады деген ол рас па? Мүмкін. Өйткені бізде қазақ қоғамында бар ғой, мысалы доктордың баласы доктор болу керек. Негізі ондай ол барлығы ограничение ғой. Мен мысалға ағаларым бар, мен ата-анам кәсіпкер екен деп, олардың бәрі кәсіпкер болып кеткен жоқ қой. Военныйдағы ағам бар, жаңағы деген сияқты айлыққа жұмыс жасайтын да ағам бар. Мысалға айтады ғой, жаңағыда әрбір еркектің артында мудрая женщина тұрады деген, сол анаңыздың сізге мудрайлық көрсеткенін, сізге соны көріп өскен соң сізге осындай әсер еткеніне мен өте қуанып отырмын да. Өйткені көптеген ата-аналар мысалға балаларын сұрап алады ғой, жаңағыда бізді қартайған кезде бағады, мысалға бізді сөйтеді деген сияқты әртүрлі, мен баламнан да спортсмен болады деп, өзі бола алмаған, өзі жете алмаған нәрселерді көбінесе айтып жатады да. Сол бойынша ойыңыз қалай сіздің? Жоқ, мен ата-анам ешқашан маған мынандай боласың, үйтесің, бүйтесің деп айтпаған. Себебі Аллаға шүкір, тағы да сол бір моментім есіме түсіп кетті. Мама бір рет звондадым, осыдан 4 жыл бұрын ба, болмай кетті. Жаңағы бизнес анан істеймін деймін ғой, неше түрлі 15 түрлі нәрсені істеп тастаппын, былай санап қарсаң 15 шақты. Әртүрлі бизнестер, жаңағы той оформлениесі бармай, өте көп нәрселер жасадым. Енді сол кезде ойыңа келген қандай идея бар, соны жасап кете бересің ғой. Сондай қабілет бар да менде. Ойыма келді ма, бұл жасап кете беремін. И бір күні мамама жаңағы көңілім түсіп звондады: мам, болмай жатыр, мен қалағандай болмай жатыр, білмеймін, что-то бәрін істеп жатқан сияқтым, что-то болмай жатыр деген кезде, көбісі не дейді, айттым ғой саған деп кетеді ғой. Менде мамам былай айтты: енді бәрі сен ойлағандай сразу бола салатын болса, бәрі бизнесмен болып кетпей ма? Осылай жаңағы ситадан өтеді ғой дейді да. Сен қазір берілсең, окей, не істейсің, ары кетсе барасың да, 200 мың, 100 мың айлыққа кіресің, одан сен өсуің үшін бір 20-30 жылда ғана сен бір өсетін шығарсың дейді да. Ал қазір осыған шыдасаң 4-5 жылда сенден бір нәтиже шығып қалады. Ол нәтиже деген нәрсе жоқ, өмір бойы осылай жұмыс жасайсың дейді да. Ол бірден бола салатын болса, барлығы бизнесмен болып кетпей ма, неғып жүр дейді да. Сол кезде машинам прям демеу болды да ма сол нәрсе. Сол үшін ата-аналарға айтатыным, балаларыңыздан бір нәрсені сразу требовать ете салу, айттым ғой саған, немен айналысып жүрсің демеңіздер. Барынша қолдау білдіруге тырысу керек деп ойлаймын. Қай жаста сонда ата-анадан сепарация болу керек? Қызға да, балаға да. Мысалы, қызға былай айтады ғой, жағдай әкенің жағдай аманаты, одан кейін күйеуге кеткен соң бар күйеудің аманаты. Ал балаға деген жағынан қалай болсында? Осы сұрақтарға жауап берсеңіз. Негізі өте керемет сұрақ қойдыңыз. Мен өте бір айтқым келіп жүрген нәрсе. Негізі айтып та жүрмін. Былай ғой. Бізде не істейді ата-ана жалпы? Университет жаңағы мектеп бітіргеннен кейін бірден оқуға кіру керек, оқуға түсу керек дейді да. Бірден. Бұл басқа вариант жоқ та. И ол 4 жыл, 5 жыл өзінің уақытын жұмсап,
ата-анам үмітін ақтауым керек деп соншама тырмысып жүріп жұмыс жасайды, оқиды, оқуды бітіреді дегені үйлендіру керек, жұмысқа кіргізу керек. Ата-анасы ол кезде уже 18 жасында мектеп бітіріп университетке түссе, бітіргенше бір 22 жасқа келеді. Пока үйленем, пока үй болам, пока жаңағыдай жұмысқа кіргізем дегенше 25 жасқа келеді. 25 жасқа келгеннен кейін уже бұғанаға қатайып қалған, уже өмірден алып қойған, гибкость уже жоқ, әр нәрсені алып кете салам деген қабілет уже кішкене тоқтап қалған моментте ата-анасы так, сендерге жаңағы той істедік, үйлендірдік, 5 тойдан кейін жаңағыдай бұл өз күндерін өздерің көріңдер дей салады да. А ол 25-30 арасында ғой примерно, 25-30 жастағы еркек ол уже жас бала емес, жас жігіт емес, еркекке болды өз күніңді өзің көр. А ол өзің күнін өзі көре алмайды уже. Ол өте төмен жаңағы вероятность. Өз күнін өзі көре алмайды уже. Себебі ол өз күнін өзі көру момент 12 жастан басталған еді негізі. 12 жастан 18 жасқа дейін ұл бала болсын, қыз бала болсын, қазір бірдей болды ғой, равноправие ғой. Былай да, бір жері дұрыс емес болса, балам мына жеріңді үйтіп жүрсең болады екен, деп кішкене направить етуге болады да 18 жасқа дейін. 18 жасқа толды ма болды ғой. Ол қателесе ма, өзінің қателігінен сабақ ала білу керек та. Менде өте көп аналар хабарласады да маған, мен балам осындай, балам мынандай қарызға кіріп кетіпті, мен көмектесуім керек, балама кредит алып бердім да. Сіздің өзіңіздің өміріңіз жоқ па деймін да. Неге сіз қаншада балаңыз? Оның бала шағасын немеремді бағуым керек, мен айтым, қаншада балаңыз? 25-те, 30-да, 35-те. Енді амал жоқ енді деймін да. Уже сіз ол периодтан өттіңіз, или сіз жаңағыдай полный жібересіз, кішкене қиналады, бірақ өзіне самостоятельно болады. 40-тан кейін ол болды ғой, 30-да орда алмаған, 40-та қамалы алмайды деп біздің қазақ бекерден бекер айтпаған ғой. Сондықтан 18 жасқа толды ма бала, ұл бала болсын, қыз бала болсын, өз күнін өзі көріп, барлық қателікке ұрынып, барлық нәрсеге жаңағыдай өтіп, өзінің опытынан сабақ ала білу керек. Осы жерде бір нәрсе айтып кетейінші. Мынандай нәрсе бар да. Бізде жұмыртқа бар, жаңағы балапан жарып шығады, жұмыртқадан, және көбелек мынандай өзінің коконынан жарып шығады ғой. Ученыйлар, ғалымдар бетіп қарап тұр екен да, қарап тұрған екен да. Балапанда да жаңағы ненде қиналып қанатын бетіп жарып шығып жатыр, қиналып жатыр да. И жаңағы ғалымдар бір екеу жаңағыдай шыдай алмай көмектескісі келіп кеткен ғой, енді көмектесіп жар жүрген да жаңағы қауызын. И ол көбелек андай жерге барды да құлапты. Болды, ары қарай ұша алмайды ол уже. Балапанда оған жаңағы қабығын жаруға көмектесетін болсаң, ол слабый болады екен да, өте әлсіз балапан болып өсеткен да. И ол ары қарай өсіп кету жаңағы вероятность өте төмен екен. И сол жерде ол жақсылық жасаймын деп жамандық жасап қойды ғой. Себебі ол өзінің мышцалары әлі бұлшықеттері қатқан жоқ қой. Өзінің мышцалары қатып, ол өзі ана қауызды жаңағы қабығын өзі жарып шығатын болған кезде, өзі жарып шықса, ол мына өмірге өзі бейімделіп кететін еді да. Яғни тура сол жағдай сияқты бізде әсіресе ұл бала, қыз балаға көмектесу окей да, бірақ әсіресе ұл балаға бізде пайдамызды жаңағыдай жанымыз ашидымыз деп қоғамда өте көп зиянымызды тигізіп жатқан жайымыз бар да. Сондықтан қателеседі, бір косякқа кіретін шығар, бір жаңағыдай, бірақ ол өзі шешіп үйрену керек. Осы тұрғыда менде мынандай есіме түсіп кетті да. Кезінде, мысалы универ кезінде, оқыған кезінде ата-анамнан ақша сұрайтынмын. Енді одан кейін барып жұмысқа кіріп кеттім, 2-ші курс бітірген соң. Сөйтіп банкте жұмыс істеп жүргендерімде жаңағыдай бір косякқа кіре бастадым. Сол косякқа кіре беруімнің себептерінің барлығын мен кейін түсіндім да. Сол кезде түсінген жоқпын, енді ол карма деп есептенеді да. Оқумен де мысалға жаңағыдай мен Алматыға кеткім келетін, бірақ мені үйде қасымда жүрсін деп алып қалды да көбінесе. Өйткені квартира жоқ деген сияқты проблемалар болады, мысалы туысқандар жоқ деген сияқты. Сөйтіп Алматыға жұмыспен бара алмадым, оқумен бара алмадым. Сонымен бардым бір күні, алдап кетіп қалдым. Сөйтіп жұмыс та бар, бәрі бар, тұратын жерде бар, кетіп қалдым. Сонымен бардым да
суық үй мен жаңағы таракандар тұратын жерге бардым. Сөйтіп сол кездегі менің нәпсімнің қатты ойнағанына мен айта алмаймын сол кезде. Өйткені ана комната суық, сен мысалға бір түрлі жатасың, и таракандармен күнде түнде жағдай қасында жүреді деген сияқты. Вот сондай моменттерде мен өзіме уәде бердім да, мен осыдан шығамын да, мен осыдан шығып қайтадан осындайға келмеймін деп ше. И сол моменттерде мен сол уәдемде шынымен тұрдым да, сол жақтан шықтым. И бірақ сол жаққа қайтадан обратно оралатын жағдайға жетіп қалдым. Себебі кезінде Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыздың жағдай несінде төрінде не тұрады екен да, несі шапан тұрады екен. Сол шапанды жағдай не үшін іліп қойдыңыз деп айтып сұраса, мен қайдан шыққанымды білуім керек, сонда мен қайтадан сол жаққа оралмайтынымды. Неге бір таракан іліп қойын деп жатсыз? Я сол сақта таракан іліп қойсам ба деп жатырмын дегендей ғой. Жалпы маған сол қызық болады да, өйткені қазіргі таңда көптеген жігіттер мысалы Алматыға барып жатады, мысалы қалаларға барады да, жаңағыдай Гловода әртүрлі жерде жұмыс істейді, құрылыста деген сияқты қиналады да, сөйтіп қара санамлардың бәрін, зайымдардың бәрін жинап алып келеді да, ауылда сөйтіп жатады. И ауылда жатқан себептен қайтадан шықпайды олар сол жақтан. Сол жаққа барып үлкен травмамен қайтады да, болды сол жақта қалып қалады. Себебі ата-анасы бар ғой, артқа қайтатын жол бар да. Ата-анама айта салам деген бір, опять же, сол бейсаналы түрде басқа вариант жоқ деген вариант болған кезде ол безопасыз деген сондай. Ары қарай ұмтылатын еді да. Ал ата-анам енді амал жоқ, ата-анам бар ғой деген кезде ол басқа вариант іздемейді. Тура солай, білесіз ба? Қарыз, мысалға бір безвыходный ситуация деп айтайықшы, бір тығырық келіп тұр, иә. Саған срочно прям ақша керек болып тұр да. Дәл осындай жағдайда сенде екі вариант бар да. Маған осыны өзім наставнигім бар, сол кісі үйреткен, именно сол қарызда жүрген кезде. И мен де қарызбен жабу басталған кезде ол айтқан маған, қарыз алатын вариант әр қашан бар. Бірақ тура соның қасында табыс табатын вариант бар. Сен басыңды қатырғың келмейді де, қарыз ала саласың, ал табыс табатын вариантты іздемейсің дейді да. Бар ғой вариант. Бүкіл, шынымен саған ақша керек болып тұр ма? Егер шын сол ақша керек болса, сенде табыс табатын вариант бар. Сонда маскүнемнің несі ғой, сонда маскүнем жағдай сәл қиналса болды, 100 грамм шеше салады. И қарыз күнемде де сондай, сәл қиналса болды, бір жерін қинағысы келмей, сразу қарыз ала салады, сол вариант таңдайды. Қарыз деген өте үлкен тақырып қой. Қазір алда уақытта Құдай қаласа аша жатырмыз ол туралы. Маған мына нәрсе қызық болып отыр да, бұл салаға қалай келдіңіз, және де неге именно психология? Сізге қарасам нәзік сияқтысыз да. Инстаграмыңызды қарап жүрсем, адамдарды жылатып жүрсіз, бірақ кейін өзгерістерін қарасам шоке боламын. Сол бойынша қалай ол? Былай ғой, тұрмысқа шықтық. Енді барлық әйелдің жағдайы саған күйеуіне айтады ғой, саған күнімді түсірмесін. Осы ниетпен жаңағыдай. Себебі мен тұрмысқа шыққанға дейінде, мен жаңа айттым ғой, өзім 18-19 жастан өзім самостоятельный болып үйренгем да. Өзім үшін шешімді әрқашан өзім қабылдайтын. Мен ата-анамнан сұрану, бірінші курста, жаңағы мектеп кезінде болатын, бірақ 18-ге қалай толдым, әсіресе 19 жасымнан бастап мен қайда бара жатырмын, кіммен бара жатырмын, қай уақытта келемін, ол ешқашан мен ата-анамнан олай сұрамағым. Тек ескертуім мүмкін да, бірақ шешімді өзім үшін әрқашан өзім қабылдап үйренгем. Ата-анам да солай жаңағыдай үйреткен да. И өзім ақша тауып үйреніп қалғам, өз ақшам өзімде болып үйреніп қалғам. И тұрмысқа шыққаннан кейін үйде отырдым. Маған қиын болды ол. Енді өте көп адамдармен араласып үйреніп қалғам, достарым, таныстарым өте көп, өзім қыдырғанды жақсы көрем, иә. И тұрмысқа шығам, үйде отырам енді. Бір ай, 2 ай, уже 2 айда менде уже мынандай басталады ғой. Адамдармен араласу, енді окей. Бірақ жерік болам. Сол кезде күйеуім енді алып бермейді, в общем. Енді өзіміз жас болып үйлендік қой, енді екеуміз де жас шығармыз, енді білмеймін, түсінбейтін шығармыз ол кезде. Менде шарт бар, ол маған алып беру керек, істеу керек деген сияқты. Ол кісі енді білмеймін енді. Сонымен мен саған күнімді көрсетпесін деп аяғым ауыр 6 ай кезінде сетевой бизнестен бастадым. Сетевой бизнес, онымен параллельно традиционный бизнестер, жаңағы клининговый компания, той оформление,
ваза, гүл сату, неше түрлі нәрселер жасап, и параллельно жаңа сетевой бизнестер, тряпка ұстап алып, әр күн үйін тазалап жүресің. Ана тряпка 2000 теңгелік тряпканы сату үшін ше. Өзім аяғым ауыр 9 ай неге роддомға офистан кеткем. 9 ай аяғым ауыр. Сол сетевойда жүрген кезде, одан тұрмысқа жаңағы келгеннен кейін бір ай, 1,5 ай қырқынан шықпас, уже қызымды құшақтап алып, дальше кеттім жұмыс жасап, тағы да сетевой, плюс тағы да традиционный бизнестер, не бар, қандай идея келеді, соның бәрін жасап кете бересің ғой. Қызым кішкентай шақалақ, соны алып жүрем, жаңағы вообще не емес, неше түрлі жаңағы опыттар өтті ғой, енді опыт болды. Сол кезде қарызға кіргенім бар, қиыншылықтан өткенім бар, нөлден бастап, әр бизнесті мен нөлден бастайтын. Ешқашан мен бизнесқа ақша салмағам да. 0. Мен айтам, ары кетсе бір 50 000 теңгемен бастау керек бизнесті. Ешқашан бизнеске ақша вложениемен бастауға болмайды. Бірінші адам қабілетін дамытып алу керек. Қабілетін дамытпай, ол туп ақша салып, не сату қабілетіңді білмейсің, не сөйлесу адамдармен қабілет білмейсің, сен барып тупа 1 миллион, 2 миллион кредит алып бизнес бастайтындар бар да, өте қате нәрсе да. И сол жерде мен өте көп қабілеттерім дамыды, жаймен өстік әйтеуір. И сетевой компания аштық. Сестренкам екеуміз бір сетевой компания аштық, именно осы психология саласында, осылай сетевойдан келе, сол жерде психологияны біле бастадым, өзіммен жұмыс жасай бастадым, сол бизнестардан нөлден бастап қалай көтеру керек, не істеу керек, барлығында енді осы ступор болып қалады. Сол кездерде маған көмектескен психология айтты, өте қатты көмектескен, әрқашан маған осы сол кезден бастап біле бастадық қой. Енді сознание, подсознание деген нәрселерді, установка деген нәрселерді, солардың барлығын өзіммен жұмыс жасап, психологқа барып, өте көп жаңағы тренингтер, сабақтар, өте көп сабақтар алып, осы бір момент болды менде, ол туралы айтпақшы, кітапта да жазғам. 500 миллион теңге қарыз кіріп кеткеніңіз бар ма? 500 миллион теңге қарыз, енді оны кітаптан оқисыздар, қалай болды, не болды, қалай келдім деген сияқты. Жалпы адамдар өздері сұрай бастады. Мен подругаларымнан басталды, достарымнан басталды. Екінші точка ашу, бизнесті көтеру жағынан вроде бы бәрін біледі, істеп жатыр, не қай жерде ступор болып тұрған білмейді. Ал мен ол туралы өте көп жұмыс жасағам ғой, өзім опытыммен бөлісе бастадым бірінші. Жалпы опытыммен бөлісе бастадым. Қарасам, енді мен оны обесценивать еттім да. Мен не айтам, кімге не айтам деген сияқты. И подругаларым өздері, давай сен жүргізсе, Инстаграм жүргізсе, у тебя получится деген сияқты да. Мен айтам, білмеймін, мен өзімді дым білмейтін сияқты солай сезінетін едім да. 2,5 жыл болды ма, 3 жыл кетіп жатыр. Сол кезде басталып кетті ғой. Бөлісіп бастадым, Инстаграм жүргізіп бастадым, көрейік деп. Ұсыныстар түсті жан-жақтан, сөйтіп жаймен Инстаграм жүргізе бастадым. Қарасам, шынымен де адамдар өте көп запрос, өте көп жаңағыдай көмек. Адамдарға қарап тұрсаң, шын мәнінде қарайсың, 2 миллион қарыз, 4 миллион қарыз 3 күнде, 4 күнде құтылып кетеді. Бірақ ол жерде бір магический ондай ештеңе жоқ ол жерде. Ол жерде просто бір болады ғой, бір нәрсеге вроде бы біліп тұрсың, вроде бы жасап тұр, элементарный нәрсе, бірақ миың жетпей қалады да, бір. Сол кезде сен миыңдағы жаңағы убеждениялар бар да, соны проработать ете жүрсең, саған бір күшті идея келеді да, сен сол просто идеяны жасайсың, сол арқылы сенде табыс көбейеді да, а не так, чтобы там ом-гом деп медитация істеп аспаннан келмейді ақша. Сен просто әрекет жасайсың, просто сол әрекетке итермелейтін біздің ойымыз да, сол ойды өзгерту керек. Сол көмектеседі. Сонда адамдар просто сол ойларын ойлаған кезде бір нәрсе естеріне түсіп жылай ма? Немесе арнайы бір методикаңыз бар ма? Ол бізде менің өзімнің жаңа дем деген терапиям, авторлық терапиям. Жаңа айттым ғой, гипнотерапия емес, бір гипноз сияқты бір қорқынышты болып көреді, ол жерде ешқандай бір магический ондай бір жаңағы не, ондай ештеңе жоқ. Ол кәдімгі просто біздегі, мысалға, былай просто проработка жасаған кезде, бізде сознаниемен жұмыс жасаймыз ғой, енді жаңағыдай. Ал ол жерде сознание, подсознание, бессознаниемен жұмыс жасасақ, ол жерде еще плюс тело қосылады да, яғни тән, телесіне. Тәндегі, біздегі кішкентай кездегі жаңағы ұрған, немесе анау бет айқайлаған кезде денең тырысып қалады. Қой дедім саған деп айқайлайды да, сол кезде деп қаласың, сол кезде мышцаларымыз біздің помнит да. Яғни сол кезде непрожитые эмоции бар адамдарда.
яғни сол эмоция қатып қалғанда денеде соларды высвобождение дейді ғой, сол эмоцияларды қайтадан проживать етеді да просто. Ол жерде бір ойбай дейтін бір мистика еш нәрсе жоқ, просто сол эмоциялардың кішкентай кезінде айқайлай алмаған, кішкентай кезінде шығара алмаған телодағы блоктар холотропное дыхание арқылы жасалады, сол шығады. Яғни жаңа дем терапиясында жаңа дем алады ғой адамдар. Қандай болады ғой, бір қатты тұңғиыққа кіріп кетеді, қолы бармайды еш нәрсеге, энергиясы 0 болып, сондай бір нулевое состояниеда келеді да, ондай ол терапияға 6 айда 1 рет жасалуға рекомендация беріледі. Негізі ары кетсе 3-4 айда күн сайын жасайтын нәрсе емес. Сондай кезде бір жаңа дем береді адамға. Бір телодағы перезагрузка болады ғой сондай. Бессознание және телодағы блоктармен жұмыс жасалынады. Кішкентай кезіндегі, өте кішкентай кезіндегі жатырында анасының құрсағында жатқан моменттерде есіне түсіп жатады. Негізі қалай сол кезде қандай жаңағы блоктар бар. Целенаправленно ақшаға ғой, ақшаға дейміз, бірақ ақшаға дегенмен оның жан-жағында бүкіл жаңағы өзіне деген қарым-қатынасы, айналадағы адамдарға қарым-қатынасы, барлық нәрсе проработация етіледі да ол жерде. Яғни проработка деген көбісі түсінбейді екен да. Проработка деген ол миыңдағы негативті, тәніңдегі, жаныңдағы негативті ситуацияларды, убежденияларды позитивтіге айналдыру. Это есть трансформация, проработка деп айтады да. Осы момент. Сонда кітабыңыздың атаулының да бір себептері содан шыққан ғой, сондай қарыздан табысқа. Өйткені сен қарыздан шықпайтын болсаң, сен 10 000 теңге тапсаң да сен қарызға кіріп кете беретін болсаң, онда саған бизнес жасаудың қажеті жоқ деген сияқты темада ғой. Қажет жоқ деген нәрсе жоқ. Ешкімге шарт қоймаймыз. Ешқандай шарт қоймаймыз. Жасай бересің. Ол мынандай нәрсе жоқ, типа сен ондай болсаң істемей қой деген нәрсе жоқ. Ол біреудің стандартын біреуге тықпаймыз. Енді кітаптан бөлек сізде жаңа терапияңыздан түсінуімше былай да, адам бірінші перезагрузка соны жасамай жатып, ары қарай кете беруге сәл қиындау болады сақты. Сол терапияны өткен соң перезагрузка болса, өте қатты скачок болады сақты адамда. Скачок болады, бір моментте ускорить етеді да, бірақ ойбай соны өтпесең болды дегенде нәрсе жоқ. Болды, сен өспейсің деген нәрсе жоқ. Мен құдай емеспін, ол бір какой-то бір жаңағы бір жеңілдететін бір нәрсе деп айтайық. Себебі адам өзін бойын жеңіл сезінген кезде болады ғой өзі, тіпті даже баняға барып шыққан кейін күшті болып қаласың ғой. Сол сияқты сол сенің жаныңда, баняға барған сен тәнің тазаланса, сен жаңағы терапиядан кейін жаның тазаланады да. Бізде кәсіпкерлер бар да, мысалы 10 миллион оборот жасайды, бірақ пайдасы 500 ақ немесе миллион ақ деген сияқты. Ал кейбіреулер бар 4-5 миллион табады, бірақ пайдасы 2-3 миллион теңге. Вот солардың өте кереметтілігін былай қарайтын болсақ, проработка жасай ма, жасамай ма деген сияқты білмейміз енді. Мысалы әлемдік миллиардерлер, миллионерлер бар ғой, солар жағдай табысқа жетіп жатады, не істеп жатады, бірақ олар параллельно проработка жасағандары туралы көбісі біле бермейді ғой. Сол бойынша мысалға бізде эксперттер де, кәсіпкерлер де бар да. Жағдай сізге келуі де мүмкін. Сіздің бір әңгімеңізді естіп қалдым, что кәсіпкерлер бар, мысалы эксперттер бар, маған келеді, бірақ ол өзі туралы айтқысы келмейді деген сияқты. Вот сол жағынан қалай жалпы сізде? Солай ғой, өте көп эксперттермен, өте көп кәсіпкерлермен жұмыс жасаймын. Мен бір ғалым, бір білгіш болғандықтан емес, мен просто опытыммен бөлісем. Әр адам менікі ғана дұрыс деген нәрсе жоқ. Алла сақтасын. Әр адам өзінің керегін алады, керек емес нәрсесін өзі фильтровать ете алуы мүмкін. Қазірдің өзінде, қазір айтып жатқан подкасттағы нәрселердің өзі біреу үшін ол дұрыс емес болуы мүмкін, но тут тоже нормально. И ол жерде өзіне керегін алып, өзін нетеді. Жалпы менің именно осы қозғадыңыз ғой, кәсіпкерлермен, блогерлер, жаңағы эксперттер деп. Мынандай нәрсе бар да, оборот 40-50 миллион болуы мүмкін. 20-30 миллион болуы мүмкін да. Бірақ команда бар, басқа расходтар бар. И в конце келген кезде өзінің таза табысы 1 миллион ғана болуы мүмкін да. Сен оборотың 40 миллион, но сен таза табысың 1 миллион, ол өте проблемный, показатель, көрсеткіш өте төмен ғой. И ол жерде бізде мынандай нәрсе бар да, покажу. Крутой болып көрінгісі келеді да. Сол үшін бизнес жасай береді, тағы да кіре береді да. Себебі ол жердегі ниет, табыс табу емес, ол жердегі ниет біріншіден біреуге көрсету болды да. Ол туралы кітапта тағы да жазылған.
біріншіден, екіншіден адамның сыйымдылығы бар да, уровень нормы деп айтады. Сен мысалға 1 литрлік баклажкаге 2 литр су құя аласың ба? Құя алмайсың ғой, иә. И адам ойлайды да жаңағыдай, мен көп пахать етсем, көп табыс табам деген сияқты ше. Бірақ сенің сыйымдылығың 1 литрлік баклажка сияқты, сен 1 миллион теңге да сенің сыйымдылығың ше. И сен қанша команда ал, қанша реклама жібер, иә. Бірақ сенің сыйымдылығың сол болып тұрған кезде өте қиын да. Себебі нормаң сенің сол 1 миллион. Бірақ өте көп адамдар бар, ешқандай, менде, например, қазіргі жағдай деп айтайыншы, менде бірақ ассистентім бар, бірақ мен таза табысым 5 миллион төңірегінде. Таза табыс, ол бүкіл нәрсені алып тастады. Оборотсыз, таза маржаңыз 5 миллион теңге. И ол жерде бір расход та көп емес, былай айтқанда тіпті аз да. Бірақ психологияға сенбейтін адамдарда кішкене сондай жағдайлар өте көп болып жатады да. Немесе дұрыс емес жаңағы мамандарға бару мүмкін, дұрыс емес. Ең бірінші ол убеждение ғой, әрине. И пахать етіп болады деп ойлайды да. Бірақ бұл команда жасама, пахать етпе, әрекетсіз ақша табуға болады деген сөз емес. 50-де 50. Мысалға мынандай да, жағдай 30 күн бойы пахать етіп, азаннан кешке пахать етіп 5 миллион тапқанша, бір 20 күн немесе 15 күн жұмыс істеп, 2 миллион тапқан выгоднее көбінесе. Былай ғой, ол жерде сен жұмыс істеген уақытыңа, сағатыңа деп ойламаймын. Ол жерде сенің миың қаншалықты істейді, қаншалықты сен сол идеяны қорыталасың, жасай аласың, соған байланысты да. Себебі таксистерді алайықшы, Яндекс такси. Маған былай айтады да, қазір легко просто деньги зарабатывать деген нәрсені естіп алады да, адамдар былай ойлайды, мен еш нәрсе жасамасам да, мен проработка жасап, медитация жасап отырсам, маған ақша келе береді деп ойлайды да. Ол мынандай картина келеді да мен көз алдыма. Таксист мысалы айына 500 000 теңге табу үшін күніне 8-9 сағаттан таксовать етеді. И ол примерно былай жасайды да. Так, мен 8-9 сағат жұмыс жасап 500 000 теңге тауып жатырмын. Енді мен 1 миллион теңге табу үшін, например, мен тура осылай істеп, мен 1 миллион табам деп ойлайды да. Негізі ондай емес қой. Или мен жасамай-ақ қояйын, мен күніне 1 сағат или там аптасына 5 күн таксовать етейін, мен басқа уақытта миыммен жұмыс жасап, проработка жасап, жаңағы медитация жасап, сосын мен ақша аспаннан түседі деген сияқты картина болып елестейді да маған. Ондай емес қой. Сен проработка жасап, убеждениялармен жұмыс жасаған кезде, сен мүмкін бір идея келеді, мысалға Яндексті ойлап тапқан адам, бір машинасы жоқ. Ол жерде просто басты істету арқылы. Сен қанша сағат, қанша күн жасағаныңа байланысты емес. Насколько сен эффективно жасайсың. Насколько сен жасаған нәрсең, анандай Марғұлан Сейсенбаев всегда айтады ғой, эффективность тебе. Эффективно ойың, эффективно жасаған әрекетіңе байланысты. И бірақ тағы мынандай нәрсе бар, закон Парето деген нәрсе бар. Сен еңбек жасамай, пахать етпей, сол нәрсені толтырмай, сен бірінші уақыт 80% жұмыс жасайсың, пахать етесің, бірақ 20% результат аласың. Это закон такой. Яғни ол заңдылық та. Бірақ сол 80%-ды толтырған кезде сен 20% жұмыс жасап, 80% нәтиже алуың мүмкін да. Бірақ басы жоқ, аяғы жоқ, просто так легко деген нәрсе жоқ. Бәрібір сен еңбектенесің, еңбектен қашудың қажет жоқ та. Бұл жерде просто мен не үшін айтып жатырмын, маған келетін өте көп эксперттер легко и просто зарабатывать, ақша табу оңай деген естіп алып, жұмыс жасағысы келмейді, тіпті күніне 1 сағат уақытын жұмысқа бөлгісі келмейді де. Мысалы эксперт келеді, мысалы там бір услуга келеді, мобилограф, СММ, я. Мобилограф алайықшы элементарно, я. Бүйтет проработка табысым көбеймей жатыр, не істеймін дейді, не істеватсың десем, проработка істеп жатырмын, ана психологқа барып, үйтін. А сен қандай әрекет жасаватсың десем, білмеймін дейді да, сен күніне бір рассылка, жаңағыдай барып, мысалға келісіп деген сияқты нәрсе жоқ па десем, қорқам дейді да. Сен просто ақшаға тупо жасай бермей, мен адамдармен сөйлесуге қорқам деген запроспен бару керексің ғой деймін да.
мәселе осы жерде ғой. Яғни запростың өзін дұрыс қоймайды да адамдар. И проработка неге әсер етеді? Сен барасың, мысалға 10-20 магазинге барасың, услугаңды предлагать етесің, соның вероятностін, жаңағы сатылымның көбеюіне вероятность осыған әсер етеді да. Сен жасамай, еш нәрсе жасамай, ақша аспаннан келеді деген нәрсе жоқ. Сен күніне 10-20 магазинге бардың, сон проработка жасамасаң, мүмкін саған біреуі ғана келісуі мүмкін шығар. Ал проработка жасап ішіңдегі сенімділікті арттырып, убеждениялармен жұмыс жасайтын болсаң, сол кезде сенде мүмкін 2, 3, 4, 5 есе продажа көп болуы мүмкін да. Осыған әсер етеді да, бірақ әрекетті еще никто не отменял. Осы жерде жағдай Алла тағала бізді мысалға дұрыс түсінбейді да адамдар. Легко и просто на расслабоне дегенді адамдар дұрыс түсінбейді да осы жерде. Жалпы Аллах тағала бізді мысалға жұмыс өсін жіберген жоқ қой жалпылама, иә. Біздің өзіміз миссиямыз бар, и соған байланысты мысалға бізде баланс сақтау мәселесі бар. Колесо баланста бізде өте көп дүниелер бар, иә. Мысалы қаржы, ата-анаңа көңіл, туысқандарыңа, жұмысқа, достарыңа деген сияқты. Солардың барлығын баланста ұстау үшін не істеу керек? Мысалы қазір сіз айтып отырсыз ғой, эксперттер мысалы жұмыс істемей-ақ проработка жасай беріп ақша табам деген сияқты теманы қалайды дейсіз, бірақ басқаларын да сақтап жүріп параллельно істеуге андай многофункциональность болып кеткен. Жалпы менде мынандай формула бар да, білмеймін, өзім мүмкін басқалар басқа формуланы ұстанатын шығар, бірақ менің өзім опытым бойынша, адамдардың жасап жатқан несі бойынша менде өте көп мықты эксперттерден, мықты білімгерлерден, жаңағы тәлімгерлерден білім алғам да. Мен қазақтың эксперттерін енді ғана көріп жатырмын. Шыны керек, Қазақстанның эксперттерін осы жылдан бастап, 2023-тің ортасынан бастап көре бастадым да. Оған дейін мен онша танымайтын себебімен Американың Тимоти Голви деген кісілер бар ғой. Сол кісілерден білім алғам да. Сол сияқты өте көп кісілер. И мынандай нәрсе бар да. Осы білімдердің опыттарының нәтижесіне мен мынандай менің формулам деймін, жалпы мен өзім түсіндіруіме ыңғайлы да. 50-50 деймін да. 50% сен әрқашан мынандай нәрсе жоқ та. Әрекет жасамай проработка істеп, проработка жасап, жаңағы жасамай әрекет жасап деген нәрсе жоқ та. Екеуі 50-50. 97% сен миыңмен жұмыс жасасаң болды, әрекет не важно емес. Важно просто пахать ете беру де емес, қабілеттерді дамыту. Өте маңызды бізде қабілеттерді дамыту. Себебі 50% сен миыңмен, мышленияңмен жұмыс жасайсың, 50% қабілеттеріңді дамыту керексің. Яғни сату қабілеті, әрқашан мен айтам, сату қабілетін білмей, сен бір көп ақша табам деп, бір бизнес жасайым деп ойламай-ақ қой. Ал сату қабілетін дамыту үшін де, мысалға сатудың техникаларын үйреніп алып, бірақ сату деген пихать ету, сату деген жаман, сату деген өтірік алдау деген убеждениялар, ол уже психологияға кетеді да. Даже қабілетті дамытудың өзінде 50% психология, 50% техника. Яғни сату қабілеті, адамдармен сөйлесу қабілеті, өзіңнің ойыңды жеткізе алу мәнері, дауысты дұрыстау мәнері деген сияқты. Сондай бір базалық қабілеттерді дамытпай, сен ары кетсе 1 миллион, 2 миллион табатын шығарсың, бірақ одан көп табу үшін негізі қабілеттерді дамытқан өте мықты болады да. Одан сенің жолыңды жеңілдетеді. Қабілеттерді дамытпай 1-2 рет фортуна болуы мүмкін, иә. Повезло болуы мүмкін, бір проектің атып кетуі мүмкін, 1 рет 5 миллион тауып кетуі мүмкін, 1 рет 10 миллион табуы мүмкін, бірақ оны қайталау маңызды ғой. Маңыздылық сен 1 рет тапқаныңда емес, оны қайталауда ғой. Сондықтан бұл жерде баланс әрқашан екеуі бір-бірінсіз ажырамас нәрсе да. Мысалға мен оң қолым керек, сол қолым керек емес маған деп айта алмаймыз ғой. Иә. Оң қолмен сол мына жақта қабілеттер дамыту болса, мына жақта әрқашан сен мышленияңмен жұмыс жасап отыру керек, убеждениялармен жұмыс жасау керек, ішкі состояниемен жұмыс жасау керек деген сияқты да. Және отбасына келетін болсақ, тағы мынандай нәрсе бар да, бізде шашал десе бас алатын халықпыз ғой. Бір нәрсені басқаша түсіндіріп, бір придумывать етіп түсініп аламыз да. Үйде отыру керек, әйел жаңағы күйеу не десе, миының бәрін тек қана күйеуім деп толтырып тастайды да. Миында басқа информация жоқ. Күйеу бала-шаға быт та, басқа информация жоқ миында. Бірақ жұмыс жасау керек дегенді естіп алады да, күйеуін бала-шағасын бәрін сырып тастап,
менде де бір болды сондай бір моменттер, кітапта тоже жазылған бұл туралы. Бүкіл сырт тастайды дағыны жұмысқа баспен кіріп кетеді да. Ол емес қой, ол жерде сен определенный баланс бар да. Сен миыңда сен дамуың болу керек, тіл үйренуің, жаңа қабілеттерді дамытуың, адамдармен араласуың, өзіңмен жұмыс жасауың, плюс еще жаңағы не дейді, по умолчанию ол сенің семьяң болу керек та. По умолчанию. Бірақ бүкіл объемды алып тастау емес та. Басқа да орындар бар ғой. Яғни барлығын балансты ұстау керек. Мысалға менде қалай? Менде балаларым садикте уақытта, мен өзім уақытым өзімде. Кешке мен үйдемін. Ол маған біреудің қойған талабы емес, мен өзіме солай қойдым да. Себебі мен кезінде жаңағы бизнес ойбай деп, жаңа ақша деп жүрген кезде өте көп прям баспен кіріп кетіп, апталап мен үйге келмей қоятын моменттерім де болатын еді да. Ол кезде балам жоқ, әлі қызым етін. Қазір мен өзіме сондай принцип қойдым. Мен суббота-воскресенье стараюсь үйде болуға, бала-шағам қасында, и кешке балаларын садиктен алып, мен болды үйдемін. Болды. Осылай баланс істеймін. Ал 9-дан 6-ға дейінгі, 9-дан 5-ке дейінгі уақыт, ол менің уақытым. Қайда барам, не істеймін, жаңағыдай өзімнің дамуыма арнаған уақытым. Осылай баланс істеймін. Жалпы. Өте керемет, Айдана ханым. Құрметті достар, осы жерде айтқым келіп отырғаны, Айдана ханымның осындай жұмысты балансы сақтап жүргені, семьяға да көңіл бөліп, жұмысына да көңіл бөлетін адамның мынандай кітап шығарғанына мен өте қуанып отырмын. Соған байланысты сіздерге кітаптың предпродажасы ашылып қойды. Соған байланысты сатып алсаңыздар болады. Көптеген адамдарға пайдасы тигізу мақсатында мәні кітап сіздерге. Одан бөлек Айдана ханымның терапияларына бөліп барсаңыздар да болады. Егер де нәтижесі жақсы, кітаптан да оң нәтижені алғыларыңыз келсе. Ал енді Айдана ханым, сізге жалпылама мынандай бір енді тонкий бір сұрақ қойғым келіп отыр. Бағанан бері мысалы қозғап отыр ғой, жаңағы семьяңызды аштық, мысалы балалық кездегін аштық, семьядағы балансты барлығын аштық. Енді эксперттілігіңізге келетін болсақ, жалпы ақша дегеніміз не? Ақша деген қағаз. Сіз ақшаға қалай қарайтыныңыз бағанан бері айтып отырсыз, бірақ кішігірім бір түсіндіріп берсеңіз, өйткені ақша өмір жетпейді да, қарыз болудың түпкі себептеріне кіре берсек, қатты кіре береміз деп айттыңыз ғой бағана. Ана бір ғой, айтыпты, почему так дорого десе, это для тебя дорого деген сияқты. Ақша деген ол просто қағаз, оны адамдар ақша деген сенімділік беретін нәрсе деп анандай бір қуып кетеді да, қатты завуалировать етіп тастайды да. Ақша саған ешқандай да сенімділік бермейді. Ақша саған ешқандай да бір статус бермейді негізі. Сенімділік өзің ішкі тірегіңді қалыптастыратын бағана қабілеттерді дамыту арқылы, иә, сенімділік беретін нәрсе ақша емес. Себебі мынандай нәрсе да. Сонда сенде мен айттым да, жаңағы адамдар келеді, айтады, ақша деген сенімділік береді, ақшам болса мен сөзім өтеді, ақшам болса жаңағыдай авторитетім болады, ата-енеме сөзім өтеді деп ше. Негізі ондай емес екен. Ондай емес. Мен де сөйтіп ойлағанмын негізі. Оказывается, ондай емес екен. Былай да. Ақша ол просто қағазда. Сенің просто тек қана материалдық қажеттіліктеріңді өтейтін ғана қағаз ол просто. Болды. Басқа оған ешқандай түсіндірме жоқ. Ал сенімділікті сенің өзіңнің ішкі тірегің, өзіңнің ішіңмен жұмыс жасауың, өзіңнің қабілеттеріңді дамыту осы нәрсе береді да, сенімділікті. Және де ақша жетпейді деп отырсыз ғой. Ақша жетеді негізі. Ол определенный адамдардың бағанағы өзінің объемы бар ғой, соған ғана байланысты да. Соны кеңейтуге болады да. Бірақ ол болды, соған сият, одан көп ақша таппайсың деген сөз емес, оны кеңейту керек та. Сол кезде негізі ақша өте көп қой. Алла тағала ондай ограничение қоймаған ғой, барлығына жетеді ғой негізі. Просто өзің сөйтіп ойлағаннан кейін, сенің бізде Джо Диспенза дәлелдеген ғой осы теорияны, иә. Сенің ойың, әрбір ойың нейрондық байланыста. Және әрбір нейрондық байланыс ол импульс создавать етеді да. Сол импульс арқылы материя пайда болады. Яғни мысли порождают материю дейді. Сен ақша жоқ, ақша жетпейді деп ойласаң, сондай нейрон болса, сен өміріңде сондай ситуациялар көп орын ала береді. Менде әпкем бар, ол өте экономдай береді да. Өзім туған әпкемші. Кішкентайынан, мен помню, кішкентайынан жаңағы 20 теңге ана жаққа барлық фокусы экономда да.
ал менің фокусым не надо экономить, надо больше зарабатывать деймін да. И менде анандай бір экономдау, қайда жұмсап жатырмын, қайда ақша, неге деген нәрсе жоқ та. Яғни адам қалай ойлайды, қандай убеждениялар бар, қандай сенімдер бар, сол өмірінде болады. Ол насколько банально болғанмен, ол шынымен солай. Оны бәрі айтып жүр ғой. Сіздің сонда ниетіңіз ақша табуда емес, адамдарға көмектесу ниеті болған кезде ақша параллельно келе береді сонда, иә? Ақша келмейді ғой. Ақшаны зарабатываешь, оны аяғы жоқ қой келетін. Иә, өте керемет. Просто сен услугаңды, жаңағы ниетіңді дұрыстайсың, и услугаңды тегін емес, просто баға қойып қоясың, болды да, сол-ақ. Мысалға бір сұрақта, қазіргі таңда көптеген адамдар қарыз, кредитке курс алады. И сол курстың мынандай темасы бар. Эксперттер без кредита жұмыс жасаймын дейді да, бірақ адамдар кредитті оформить етеді да, обналичить етіп, соны экспертке әкеп береді. Сол бойынша қалай сізде жалпы? Негізі мен қарыз темасы болғаннан кейін мен өзімде осыдан 1 жыл бұрын, бір жарым жылға, осы 1 жылға дейін мен тек қана наличка деп отырдым да. Мен только наличка, мен рассрочка, кредит деген нәрсеге мен услугаларымды сатпаймын деп сондай өзіме ұстанып қойған болатын. Бірақ қарасам, өзіңіз айтып отырғандай, адамдар барады да, обналичка жасап, немесе жаңағы денежный кредит алып келеді екен да. Мен сонда айттым да, сонда қалай болды деп. Кім-кімді алдап жүр сонда деген. Сосын айттым, ну окей, онда рассрочка қосайық, почему бы нет, себебі мынандай нәрсе бар ғой, көп адамдар пример келтіреді, мен әрқашан пример келтірем. Айфонды алады бір студент, сөйтті панты үшін ұстайды. Ешқандай жаңағы ақша таппайды, тек қана өзі ролтын жеп отырса да, әйтеуір стипендиясының кредитін төлеп отырады, бірақ панты үшін ұстап отырады деген сияқты. Бірақ бір студент болуы мүмкін, екінші студент, жаңағыдай айфон алады, айына 50-60 мың төлейді, бірақ ол 100-200 мың, там, 200 мобилографиясы, әйтеуір бір айналысып мынаны жабады деген сияқты. Негізі ақша оғанда жетеді ғой. Бірақ мышлениемен жұмыс жасау керек та. Бірақ енді для начала солай деген сияқты. Әлі жұмыс жасамаған адамға енді кішкене солай. Негізі мендегі статистиканы мен қараймын, өте көп обзвон жасаймын. Осыдан 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл бұрынғы клиенттердің өзін мен обзвон жасап, қалай болып жатыр, не болып жатыр деп сұраймын да. Бірақ статистикаға қарасам, енді бір 100% демеймін, бірақ 50-60% менде маған келгендегі соңғы кредиттер болған екен. Шынымен қарасам, мен өзім таңғаламын, саған деп қоямын. Соңғы кредиттер болған екен, содан кейін кредит алмадым. Себебі менде принцип бар ғой, бұдан кейін қарыз алмаймын деген принцип қой деймін, ол барлығына. Сонда қарызда проблема жоқ, проблема қарызды қайтармауда ғой. Ақшада емес қой проблема, мида ғой. Мида, иә. Ол жерде тағы үлкен ашатын болсақ, мына жерде тағы 2 сағат сөйлейтін шығармыз. Хорошо. Адамдар ақылды да, бірақ неге ақшалар жоқ? Себебі ақылды ғой. Себебі ақылды ғой. Хорошо. Фокус ақылда да, білем деген адам әрекет жасамайды. Мен білем и так дейді да, болды тұра береді. Ақша білгенге келмейді ғой, ақша әрекетке келеді ғой. Яғни әрекет жасап ақша табасың ғой. Еркекке ақша келудің потогы бойынша, және де әйелге ақша келудің потогы қандай? Енді бұл жағында именно эксперт емеспін, бірақ біздегі мықты эксперттердің айтуы бойынша еркекке ақша напряжениемен келеді дейді, әйелге расслаблениемен келеді дейді. Дегенмен де сен расслабление екен деп бұл жайылып кетпейсің ғой. Керек жерінде әйелдің өзінде мужская энергия болу керек, какой-то определенный 70-30, ер кісіде де мужская энергия болу керек та. Сен өзіңдегі мужская энергияны қабылдамай ақша таппайсың. Ол қабылдау деген еркек сияқты болып кету емес, ол просто бір жерінде тұрады да, бір керек кезінде алып қолданасың да. Жаңағы жоқ, ондай емес деп отрицать еткеннен пайда жоқ та, бекерге онымен алысып кете бересің да. Просто оны қолданып, керек моменттерінде, керек жерлерінде өзіңе сол энергияны қолдану да норма. Яғни более расслабленный болу, окей. Расслабленный деген не ол? Бүкіл бытовой шешім қабылдау, үйдегі шешім қабылдауды сен күйеуге бере алу деп ойлаймын. Яғни бүкіл жаңа қандай садикке барады, қалай қашан барады, қандай мектепке барады деген барлығын шешімді бүкіл жаңағыдай ер кісі қарап қабылдау керек та. Сол кезде сен фокусың расслабленный бола аласың да. Сол кезде сен бизнесқа фокусыңды қоя аласың деген сияқты да. Ал сен үйдің өзінде шешімді көп қабылдап жатсаң.
ал еркекке ол природамен, яғни табиғаттан тану да, шешім қабылдау. И ол Сіздерде үйде ақша кім ұстайды? Бізде ондай тема жоқ бізде. Мынау ұстайды, мынау ұстамайды Күйеуіңіздікі общий, ал сіздікі жеке өзіңіздікі ма? Күйеуімдікі общий, менікі ол менікі болды. Ол бала шағаға да үйге бір лепешка алып бару деген тема жоқ менде. Бала шаға бір нәрсе, бір подарок алып беру мүмкін арасында, бірақ ол менікі уже болды. Менікі благотворительностьтің бар, басқа нәрсем бар деген сияқты да. Егер де Алланың шекарасына кірсең, тағы да материальный түрде сыналасың дейді. Ол жағынан қалайсыз? Қарызға кірудің ең бірінші себебі сол ғой. Жерде кіші құдай болу, иә? Иә. Ең бірінші себебі мен отбасын асыраймын деп әйелдер кетеді ғой. Сол кезде қарызға стопудов айтайын. 1000% гарантия. Мен отбасын асыраймын деген әйел, егер Алланың сүйікті құлы болатын болса, бірінші ол қарызға кіреді. Егер сол қарызда ол өзінің орнына тұрмайтын болса, қарыз состояниясында, екінші отношениядан кете бастайды. Яғни қарым-қатынаста өте көп проблема басталады. Сол жерден түсінбейтін болсаң, уже денсаулыққа өтеді да. Денсаулықтан түсінбейтін болсаң, ол қиын уже. Осы жерде осы бір сіздің қалаған бір сұрағыңызды қояйын деп тұрмын. Қарызды состояние көтеру үшін алу бойынша қалай? Қалай? Қарызды мысалға көбісі состояниясын көтеру үшін алады да. Мысалы 1 миллион теңге алады да и казаться етіп жүреді бағанағыдай. Не надо казаться, а надо быть деген бар мысалға орыстарда. Сол сияқты сіздің өте бір керемет темаңызда. Өйткені сіз мықты экспертсіз, бірақ сіз өзіңіздің вау, күшті екеніңізді бүйтіп көрсетіп жүрмейсіз да көбінесе. Өйткені мықты эксперттілігіңіз біліміңізден ақ көрініп тұр да. Сол бойынша қалай айта аласыз? Енді ол нәрседен адам барлығы өтеді негізі. Мен де өттім. Андай жаңағыдай понтоваться ету, мынандай нәрсе болған. Мен өзім окружениеда неде машина алатын. Мен машина заказ беріп қойдым дейсің да. Сөйтіп бір айдан кейін келеді дейсің да. Вау, сен машина заказ беріп қойдың, вау. И первоначалкасын жинап аласың да, сабақ өтем деген сияқты бір нәрсеменше. Менде емес ол, менің окружениемде болды да, ол менде өзімде болған жоқ, эксперттерде. Сол сияқты енді ол нәрседен өтеді әрбір адам. Ал бірақ мен өзім енді машина алған кезде, машинамен өзім жаңа бірінші автосалоннан машина алып, жаңағыдай вау деп көрсетем, күшті болам деп казаться етем, жаңағы бір жоқ нәрселерді көрсету деген сияқты ол енді адамның өзінің бір периоды болады да, ол сол нәрседе көбісі қалып кетіп жатады да, қалып кетпеу керек. Какой-то бір определенный уақыт, сол бір витамин дейді ғой, сол бір витамин даласында кету керексің ол моменттен, вовремя шыға білу керек та. Ешкімді бір осуждать етіп, ондай болмайды деген нәрсе емес, ол бір какой-то бір определенный бір уақытта болады нәрсе өзі. Бізде спиральная динамика деген нәрсе бар да. Негізі спиральная динамика бойынша әртүрлі жаңағы фиолетовыйдан красный зонаға, красныйдан жаңағы синий зонаға солай өсу динамикасы бар да, адамның өсу динамикасы. Сол кезде красный моментке келген кезде адам көп қателесу, ол нәрседен өтпей сен өспейсің. Ол да бар да. Енді мына жерде өте керемет қыздар мен жігіттерге арналған бір сұрақ қойғым келіп отыр. Сізге келген қыздардың планкасын көтеріп жібереді екенсіз, жігіттерге деген, сол жағынан қалайсыз? Менің негізі көп әйелдердің күйеулері, ата енесі, жігіттері онша жақтыра бермейтін шығар мүмкін. Бірақ бастапқы уақытта жақтыра бермейді негізі. Бірақ кейін әйеліндегі, жалпы үйіндегі, отбасындағы ситуацияны нәтижені көрген кезде маған кейбір рахмет айтатындар бар. Маған сіз болмасаңыз біз түсінбейтін едік деген сияқты, жаңағы әйел мен күйеуі бірге келіп оқып жататын ситуациялар өте көп. Сонда әйел өзгерсе, әлем өзгереді деген ғой. Әйел өзгерсе дегенді ответственность, яғни жауапкершілікті әйелге арта салу емес та ол жерде. Ол жерде қарым-қатынас болғаннан кейін екі жақты жұмыс жасалынатын нәрсе. Оны алып бүкіл жауапкершілікті әйелге ете салу емес. Маған бір наставнигім бар, тағы бір наставнигім былай айтқан тұғын, әйел жақсы болса деген нәрсені айттым ғой, мен дәл осыны сол кезде айтты, ол вариант Б деді. Вариант А ер кісі жақсы болу керек. Деп қалған мен сол кезде. И сол осының өзі убеждение ғой, сол ойымды өзгерткен кезде менде сондай мүлде басқаша көзқарас пайда болды да. Және осы жерде айтып кеткім келіп тұр.
мынандай әйелдер бар да, маған осы бола береді, планкасы дедіңіз ғой өзіңіз. Маған осы бола береді, қой берші деп жақсы әйел болам, сол кезде мені жаңағы жақсы көреді деп ойлайды да әйелдер, күйеулері, жігіттері. Егер мен оған анау керек, мынау керек деп требовать етсем, ол мені жақсы көрмей қалады, мен оған неудобный болып қалам деп ойлайды да. На самом деле олай емес та. На самом деле өзіңіз айтыңызшы, кімге қатты көп энергияңды бересің, кімге көп ақша бересің, соны сен бағалайсың, соны қатты жақсы көресің. Сен қымбат телефон алсаң, соны үфілеп-сүфілеп ұстап отырасың ғой? Сол сияқты киімнің өзін үфілеп-сүфілеп ұстап отырасың. Сол сияқты бұл жерде мынандай нәрсе бар да, әйел егер өзіне позволение жасамайтын болса, бұл жерде екі вариант бар. Кішкене жаңағы әлсіздеу еркектер болатын болса, күйеулері, олар солай жүре береді, ақша таппайды. Сөйтіп та әйелдер не істейді, сен үйтпейсің, бүйтпейсің, амал жоқ, өзім деп кетеді да. Неге? Ол еркек ақша таппағаннан емес, әйел өзіне позволить етпегеннен негізінде. Ал әйел және екінші вариант бар. Әйел өзіне не позволяет, бірақ еркек жаңағы амбициозный, мықты, кішкене күші жағы бар да, пысықтау болатын болса, ол көп ақша тапқанымен ол әйелге бермеуі мүмкін да. Ол позволить ететін адам тауып алады да просто. И әйеліне ақшаны бір чувство виныдан беру мүмкін да. Той анаған бер жатырмын ғой, мынау да енді өзін іштей теріс айтпес үшін, бір кінәлі сезінбес үшін беру мүмкін да. Өзін әйеліне ше. Осы моментте опять-таки ол әйелге арта салу емес бұл жауапкершілікті. Бұл қарым-қатынаста қайталап айтамын, екі адам жұмыс жасау керек, но көп жағдайда осындай болып жатады өкінішке орай. Әйел алда емес, артта емес, жанында ғой. Жанында болу керек, жүрегінде ғой. Жүрегінде. Өте керемет. Құрметті достар, Айдана ханымның кітабын оқып шықтым барлығын. И сол жердегі берілген техникалардың сіз ғана оқып шықтыңыз ғой негізі. Маған берілген алғашқы кітап, мысалға бұны контент үшін, сіздерге көрсету үшін алынған кітап еді. Әлі шыққан жоқ, мысалға соны мен бірінші барып алып алдым Айдана ханымнан. Осы бір-екі күнде шыққады. Бір-екі күнде құдай шығады екен. Ал енді осы кітаптан алған инсайттарым өте көп болып, еще плюс қазір подкастқа шақырып осындай инсайттар алып отырмын. Ал енді Айдана ханым, сіз кітаптың ішіндегі көптеген дүниелерді қазіргі қоғамдағы болып жатқан дүниелерге и адамдарға пайдасын беруде не істепсіз да. И бір осы жерде кішігірім кітап бойынша қысқа нұсқа айта кетсеңіз, қандай адамдарға и қандай пайдасын береді. Бұл кітап қанша тұрады, сол бойынша айтып кетсеңіз. Жалпы кітапты шығарудағы мақсатым мынандай болған еді. Мендегі услугалар өте қымбат негізі. Өзім бір білгіш, бір крутой болғандықтан емес. Мен уақытымды қатты бағалайтын адаммын да. Және мен азынан кешке дейін 10 адамдап, 8 адамдап консультация жасап отыра алмаймын да. Мен бөлісетін өзімнің опытыммен, өзімнің тәжірибемен бөлсем. Яғни теория адам мен практика адам екі түрлі ғой, мүлде. Сондықтан мен күніне 2 сағат қана жұмыс, жаңа консультацияға, тағы басқаға бөлу мүмкін да. И то ол аптасына 5 күн емес ол. Сондықтан мен өзімнің бағамды жаңа жоғары қойғам. Біреу үшін жоғары, біреу үшін төмен болуы мүмкін. 1 сағат жеке проработка, осылай, ол 150 мың теңге болса, жаңа дем терапиясын өту 300 мың теңге да, ол 2 сағатта алады. Және курстарымда, авторлық курстарымда арзан тұрмайды. Кемі 250 мың теңге тұрады. Бірақ мендегі, енді басында бастаған кезде арзан марафондармен бастадық қой енді. Бірақ менде іштей бәрібір мынадай нәрсе бар да. Адамдар мен білсе екен, осы адамдардың, маған жекеге келіп жатқан адамдардың консультацияда өткен нәрселерін алса екен деген нәрсе болды. Сондықтан ол бір шетінен. Екіншіден менде мынандай нәрсе бар да. Мына өмірмен шектеліп қалмайды ғой. Біз өлгеннен кейін де ақыретке дейін барып тұратын сауап амалдар бар, күнә істер бар, сол бір сауап амалдардың бірі болсын деген ниет болды негізі, шыны керек. Көңіліңіздің кеңдігі көріп тұр ғой жерде. деген ба. Себебі
ертең білмейміз ғой енді қашан 5 минуттан кейін бармыз ба жоқпыз ба. Мен кеткеннен кейін де қаншама адамға бұл кітап бір өзінің пайдасын тигізіп жатса, ақыретке дейін сауап амал барып тұрса, ол мен үшін өте мықты мәртебе ғой, енді өте мықты бір өмірдегі ұтқан нәрсем сол болатын шығар. Ал ол дүние ол келеді, кетеді, бүгін бар, ертең жоқ, солай да ол. Бағасы қанша тұрады енді? Бағасы 5990 теңге тұрады. Бағасы 5990 барлық теңге. кез келген қазаққа қолжетімді баға осы. Нарықтағы средний баға, достар. Қолжетімді бір продукт болсын деп осы. Енді біздің подкастты көріп отқан жандарға бұны сатып алмайтын адамдар болуы мүмкін, білеміз ол жағын. Енді Айдана ханымның өзінің атынан бонус бар. Сол бонустарды бере кетсеңіз, Айдана ханым. Енді менің подкастыма келгеніңіз үшін, және менің оқырмандарыма, менің жаңадан келетін, көретін адамдарыма бір өзіңіздің сыйлығыңызды тартып кетсеңіз. Мықты инсайт алған, мықты комментарий жазған көрермендердің ішінен 5 адамға кітапты сыйлайық. Тегін сыйлайсыз, 5 көрерменге, получается, 5 кітап, өте сондай бір өзінің мықты осознанияларын, мықты инсайттарын, мықты ойларын жазған 5 адамға. Құрметті достар, осы видеоның астына Құдай қаласа комментарий жазып кетіңіздер. Соның арасынан 5 адамды таңдап алып, Айдана ханымға қайсысы ұнайды, сол адамға біз жекесінен шығатын боламыз, және де кітапты сіздерге беретін боламыз, Құдай қаласа. Одан бөлек тағы бір нәрсе бергім келіп тұр. Қазір келді ол ойыма. Осы подкастты жаңағы 5 кітаптан бөлек, осы подкастты осы өзіне ұнаған жерін, мүмкін жалпы былай подкастты көрдім деп сторисын алып кететін болса, бір құпия сабақ бар. Өте мықты. Құны енді бір жаңағы әсірелемей қойын. Шынымен негізі құны 200 мың теңге тұрады, 250 мың теңге тұрады. Сол сабақты бергім келіп тұр. Ол сторисқа мені белгілеп, мені және сізді белгілеп, дайректке келеді ғой. Сол кезде мені осылай жасадым деу керек. Сол адамға құпия бір мықты сабақ берейін деп тұрмын. Ал енді сол сіздің... Ол жаңағы ограничение жоқ, ол қанша адам болса да, қай уақытта болса да. Ал енді сол сіздің салған видеоңызды жағадай сізге сториске салып отыр ғой. Ал маған достар, менің осы жердегі ұнаған подкасттың ішіндегі ұнаған жерлеріңізді алып қиып, рилсқа салып, сол жерден просмотрларыңызды қайсыңызда көп болады, сол адамға менің атымнан жеке 2 адамға консультация беретін боламын. Ол 6 айда қарыздан шығу формуласы түрінде болады. Соған байланысты Айдана ханым келуіне байланысты, және де бүгінгі тақырып қарызға байланысты болған соң осындай сыйлықтарды бергіміз келіп отыр. Ал енді оның адамын қалай анықтаймыз? Просмотр көп болса, сол адамға $100 сыйлайтын боламын. Ал Айдана ханым, бүгінгі подкастымызға келгеніңізге өте керемет рахмет. Аллаға шүкір, осындай 1,5 сағат бойы керемет инсайттарға толы болды. Құдай қаласа, кітабыңыздың презентациясын жасап, ары қарай да дальше осы кітабыңыздың таралуына себепкер бола берейік. Тағы осы жерде бір нәрсе айтып өтейінші. Жалпы қарыздан табысқа кітабы біреулер ойлауы мүмкін, ол жақта есеп бар, ақшаны экономдау жайлы деп ше. Мен өзім ақшаны экономдамайтын адаммын, біріншіден, және оған өзім де советовать етпеймін, негізі кеңес бермеймін. Экономдайтын моменттер болады ғой, енді бірақ не емес. Бұл жерде есеп емес, бұл жерде психологиясы. Яғни өзіңе позволить ету, өзіңе яғни рұқсат ету, ішкі рұқсатты, ішкі норманы көтеру бойынша берілген техникалар, сабақтар өте көп. Бүкіл менің ең мықты алған сабақтарымның сығындысы, ең алған мықты сабақтарымның өзімнің опытымның сығындысы осы кітапта берілген. Ешқандай да бұқпай, жаңағыдай прогревать етпей, әйтеуір бір завуалировать етпей емес, нақты кәдімгі бүкіл білімімді алып төге салдым десем болады осы жерге. Бір ретте сторисіңізде көрдім осы жерде. Осы кітапты оқып алып, эксперттер, көптеген адамдар сол техникаларды қолданып, өздерінің курстарына тыға бастайды деген. Осы кітапты оқып, өздеріңіз курс жасасаңыздар да болады, эксперттердің құлақтарын алдыңызға. Өте керемет достар, ал біз осымен подкастымызды тәмамдаймыз. Құдай қаласа келесі подкасттарымыздың шығарымдарын сіздердің активностарыңызға және де сіздердің қолдауларыңызға байланысты болады. Құдай қаласа кімді көргілеріңіз келетіндерді сұрап кетейін, комментарийға жаза кетіңіздер. Ал біз подкастымызды осымен аяқтаймыз. Сіздермен болған Бейбіт Байзақұлы, бай болу үшін подкасты. Сау саламатта болыңыздар.